Саяси науқан кезінде партиялар ұйқыдан оянатын кезең. Сіздің партия қамданып жатыр ма? Не бастады? Біздің партиямыз 2022 жылдан бері әлі бірде-бір сағат ұйықтаған жоқ. Бүгінге дейін әлі ояу жүрміз. Сол себептен менің ойымша біздің жас болғандықтан ба, бізде әлі энергия көп, әлі де үлкен белестер мен шыңдар біздің алдымызда. Сол себептен біз өте үлкен оптимистік, сондай бір көзқараспен қарап жатырмыз. Әсіресе осы соңғы болған жолдаудан кейін бұл осындай біздің партиямыз сияқты партияларға үлкен мүмкіндік, ертең көбірек орын алуға, өзінің позицияларын нығайтуға, және де енді біздің айтарымыз әлі де бар. Менің ойымша, сізде енді біздің парламенттің пулында ұзақ жүрсіз ғой, біздің қандай белсенділік екенін білесіздер өздеріңіз. Қанша пайыз депутаттық мандатты игереміз деген мақсат бар? Енді ұтуға ұмтылмаған партия, менің ойымша, елден ешқандай сенімге лайықты болу мүмкін емес. Сондықтан да біз 50%-дан көп алу керекпіз. Әрі қаратай енді кім қалай бізге халық сенеді, өздерінің дауысын береді, осы тек қана халыққа байланысты. Бірақ біздің ұмтылысымыз 50%-дан көп болу керек. Амбицияңыз күшті екен. Рахмет.